Баршаларыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен красный бархат пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Кейін салқын сары майымызды салып, үккіштің кішкентай бөлігінен өткіземіз. Сары майды ұнға батыра отырып өткізсеңіздер, жеңіл өтетін болады. Енді қолымызбен осылай ақырындап араластырамыз, кейін бізде осындай үгілмелі масса пайда болады. Келесі кезекте қант, қопсытқыш және де какао ұнтағын салып, барлығын тағы да бір мәрте араластырып аламыз. Ендігі кезекте қызыл красителімізді қосатын боламыз. Мен бұл жерде сұйық красителді пайдаландым. Қаласаңыздар, құрғақ красителді қолдансаңыздар да болады. Кейін бір жұмыртқамызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап мыжып, илей отырып, қамырымызды біріктіреміз. Қамырды біркелкі етіп біріктіру үшін шамамен 10 минуттай жақсылап илеу қажет. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу, ал екіншісі сәл кішіректеу болуы қажет. Кішірек бөлігін алып, салафанға салып, видеодағыдай сопақша формаға келтіріп, мұздатқышқа салып қоямыз. Ал екінші бөлігін тоңазытқышқа саламыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа творожный сыр, қант және де жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Егер блендер болмаса, онда қасықпен жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанға дейін араластыру қажет. Дастарханға кішкене ғана ұнымызды сеуіп, қамырымыздың үлкен бөлігін алып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Көлемін шамамен өздеріңіздің формаларыңыздың диаметріне келетіндей етіп жаямыз. Енді қамырды ақырындап қана оқтауға орап, оны формамызға саламыз. Қамыр өте нәзік, жұмсақ болғандықтан тез жыртылып кетеді, сондықтан қатты күш көрсетпей, сәл ғана ақырындап орасаңыздар жеткілікті. Барлығын дәл видеодағыдай жасаймыз. Форманың сыртына шығып тұрған қамырларды оқтаудың көмегімен басып, алып тастаймыз. Кейін ол қамырларды бос жерлерге осылай толтырып шығамыз. Ендігі кезекте салмасын салып, силиконды күрекшенің көмегімен бір тегіс етіп жайып шығамыз. Кейін мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, үккіштің кішкентай бөлігінен өткізе отырып, бір келкі етіп бетіне сеуіп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіреміз. Міне достар, красный бархат пирогымыз дайын болды. Дәмі енді сөз жоқ, өте дәмді болып шығады. Бұл енді менің ең сүйікті пирогтарымның бірі болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де келесі видеоларды жіберіп алмас үшін колокол және подписаться белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.